Бізде келесі 515 есеп бөліндінің мәнін табыңдар деген. Ол үшін біз мына ережені қолданатын боламыз. Бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары әртүрлі болса, бөлінді теріс сан болады. Бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары бірдей болатын болса, бөлінді оң сан болады. Енді аралас санды аралас санға бөлу үшін ең алдымен бұларды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз, иә? Минус бөлімінде 2 тұра береді. 2-ні 2-ге көбейтіп 1-ді қосамыз. Сонда 5 болады. Бөлу келесінде бөлімінде 3 тұра береді. 3-ті 3-ке көбейтіп 1-ді қосамыз. Сонда 10 шығады. Енді бөлшекті жай бөлшекке бөлу үшін бірінші бөлшектің өзін жазамыз. Көбейту деп екінші бөлшектің орнын алмастырамыз. Қысқаратын болса қысқартамыз, яғни 2, 1. Сонда мәні минус 4-тен 3 деген сан шығады. Келесі теріс санды теріс санға бөлеміз. Яғни таңбалары бірдей болса, бөлімдінің мәні оң сан шығады, иә? Аралас сан бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3, 4 3-ке көбейтіп 2-ні қосатын болсақ, 14 шығады. Бөлу минус 6 тұра береді. 6-ны 1-ге көбейтіп 1-ді қосатын болсақ, 7. Енді бірінші бөлшектің өзін жазамыз. Көбейту етіп екінші бөлшектің орнын алмастырамыз. 7, 6 минус 1. 6 мен 3-ті қысқартамыз. 1, 2. 14 пен 7-ні қысқартамыз. 1, 2. Минус 2-ні минус 2-ге көбейтетін болсақ, бізде 4 деген сан шығады. Келесіде 8. 3-ті 8-ге көбейтіп 3-ті қосатын болсақ, бізде 27 шығады. Бөлу минус 4 тұра береді. 2-ні 4-ге көбейтіп 1-ді қоссақ, 9 шығады. Бірінші бөлшектің өзін жазамыз. Көбейту деп екінші бөлшектің орнын алмастырамыз. Қысқартатын болса қысқартамыз, иә? 2, 1. Мына екеуін қысқартамыз. 1, 3. Сонда бөлшектің алымында минус 3, бөлімінде 2. Ондық бөлшекке айналдырып қойсақ, 1,5 шығады. Келесі минус 2 тұра береді. 7-ні 2-ге көбейтіп 1-ді қосамыз. 15. Бөлу 4. 4-ті 3-ке көбейтіп 3-ті қоссақ, 15. Бірінші бөлшектің өзін жазамыз, иә? Минусы бар. Көбейту етіп екінші бөлшектің орнын алмастырамыз. Қысқартамыз. 1, 1. 4 пен 2-ні қысқартсақ, 1, 2. Сонда көбейтудің мәні минус 2-ге тең болады екен. Келесі 5-ші минус 9. 5-ті 9-ға көбейтіп 4-ті қосамыз. Сонда 49 шығады. Бөлу минус 3 тұра береді. 2-ні 3-ке көбейтіп 1-ді қоссақ, 7. Бірінші бөлшектің өзін жазамыз. Көбейту етіп екінші бөлшектің орнын алмастырамыз. 7, жақта 3. Қысқаратын болса қысқартамыз, иә? 1, 7. 3 пен 9 қысқартамыз. 3, 1. Сонда теріс санға көбейтетін болсақ, оң сан шығады. 3, 7. Аралас санға айналдырып қоямыз. 2,3-тен 1. Келесі 3 тұра береді. 9-ді 3-ке көбейтіп 1-ді қоссақ, бізде 28 шығады. Бөлу минус 9. 9-ды 6-ға көбейтіп 2-ні қосамыз. 56 шығады. Бірінші бөлшектің өзін жазамыз. Көбейту етіп екінші бөлшектің орнын алмастырамыз. Қысқаратындарды қысқартамыз, яғни 2, 1, 1, 3. Сонда көбейтіндінің мәні минус 2-ден 3-ге тең болды. Аралас сан ондық бөлшекке айналдырып қойсақ, минус 1,5 деген сан шығады екен.